Маңызды шешім мамандық таңдауда тараздық талапкерлер үшін тамаша мүмкіндік туып отыр. Облыс орталығында стадионы Қазақстан көрмесі өтіп жатыр. Іс-шара аясында 20-дан астам шетелдік жоғары оқу орны өкілдері өңірге келіп, оқушыларға жан-жақты ақпарат беруде. Ауқымды іс-шараның өтуіне облыс әкімдігі мен білім және жоғары ғылым министрлігі ұйытқы болып отыр. Қарағанды қаласынан басталып, елордада жалғасып, күні бүгін Тараздың төрінен табылған керуен көрменің ең алдымен салтанатты ашылуы өтті. Іс-шара басында облыс әкімінің орынбасары сөз алып, көрменің маңыздылығын атады. Сондай-ақ Серік Жақсылықұлы Жамбылдағы білім саласы, соның ішінде қос дипломдық бағдарлама бойынша жұмыс істеп жатқан білім ордаларының жұмысына тоқталды. Еліміздің көптеген өңірлерінде шетелдік білікті жоғары оқу орындарымен байланыс орнатылып, қос диплом жүйесі бойынша білім алуға жағдай жасалған. Мәселен, тарихы терең Тараз қаласында Дулати университетінің базасында Менделеев атындағы Ресей химия технологиялық университетінің филиалы ашылып, жұмысын жасауда. Бұл осы саладағы мамандықтың ең биік шыңына шығуға үлкен мүмкіндік. Бұл іс-шара еңселі білім ордаларының бағдарламалары мен ұсыныстарын білдіріп, болашақ студенттерді өз қатарларына тартуға таптырмас қадам екенін жеткізгім келеді. Облыста биыл 11 мыңнан астам оқушы мектепті тәмамдайды. Болашақ мамандар үшін аталмыш шараның пайдасы мол, маңызы зор. Себебі әлемдік деңгейдегі шетелдік білім ордаларының дипломын Қазақстаннан шықпай-ақ алуға болады. Мұндай қуанышты жаңалыққа ата-аналар мен оқушылар бек қуанышты. Осындай іс-шаралардың арқасында біз көптеген жоғары оқу орындары туралы біліп жатырмыз. Осының көмегімен біз өзімізге бір жаңадан мүмкіндіктер ашып жатыр десек те болады. Жалпы өзім халықаралық қатынастар жұмысында атқарғым келеді. Болашақта өзімді сол мамандықта көремін. Керуен көрме әрмен қарай Түркістан облысында жалғасын табады. Айта өтейік, өткен жылы елімізде 20 шетелдік білім ордасының филиалы қос дипломдық бағдарлама бойынша ашылса, биыл 11 стратегиялық серіктеспен нәтижелі жұмысқа қол жеткізу жоспарланып отыр. Жомарт Есқара, Ермек Кеншімбек, Айқын ақпарат, Тараз.